Сәлем, тоқман жақсы көретін ханымдар. Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Асель. Бүгін сіздермен бірге мынандай машинка аппликациясын тоқитын боламыз. Ол үшін бізге екі түрлі жіп, крючок және қайшы керек болады. Ал онда бисмилля деп бастайық. Бастапқы петлямызды бастап аламыз. Енді 13 воздушная петля тоқимыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Және тағы бір воздушный петля келесі қатарға көтеретін петля болып саналады. Енді екінші петлядан бастап столбик без накидамен 13 столбик без накида тоқуымыз керек. Біреу, бір қабырғасына ғана. Крючокты бір қабырғасына өткізіп тоқимыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12 және соңғысы 13. 13. Енді бір воздушный петля айналдырып екінші қатарда 13 воздушный петля тоқимыз. Мына бірінші петлядан бастап санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12 және 13. Енді тағы қыздар бір воздушный петля айналдырып үшінші қатар және төртінші қатар 13 столбик без накидамен тоқимыз. Өзгеріссіз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бір воздушный петля, енді төртінші қатар. Енді қыздар, бір воздушный петля бесінші қатарға келгенде 1, 2, 3, 4 столбик без накида. Енді 6 воздушная петля. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді қыздар 2 накид іліп аламыз. Астындағы қатардан 1, 2, 3 петля тоқмай, төртіншісіне 1 столбик 2 накидпен тоқимыз, двумя накидами. Тағы 2 накид келесі петляға, мынадан кейінгі мына петляға тағы 1 столбик 2 накидпен тоқимыз. Енді 6 воздушный петля. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Астыңғы қатардан 1, 2, 3 петляны қалдырып, төртіншісіне 1 столбик без накида тоқимыз. Енді бір воздушная петля айналдырамыз. Мына арочканың ортасына 6 столбик без накида. Ол үшін крючокты ортасына кіргізіп, осылай 6 столбик без накида тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу,
төртеу, бесеу, алтау. Енді мына екі столбиктің ортасына бір столбик без накида. Кейінгі екінші арочканың ортасына кіргізіп, бұл жаққа да 6 столбик без накида тоқимыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді дәл бірінші 6 воздушный көтерген бірінші петляға тоқимыз. Енді бұл жаққа соединительный столбиктер тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, соңғы төртіншісі. Енді бір воздушная петля. Енді бұлай айналдырып тоқимыз. Ол үшін бір воздушная петля. Мына бірінші қатардан, бірінші қатарға біреу, екінші қатарға екеу, үшеу, төртеу. Біз 4 қатар тоқыдық, төртеу. Енді мына басталған түптегі бірінші петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу. Бұл бұлай айналу үшін екіншісі. Енді әр столбикқа алдыңғы қатардағы 1 столбик без накида тоқып шығамыз. 13 столбик без накида болу керек. Мына жерге де тағы біреу тоқимыз айналдыру үшін. Енді жоғары 4 столбик без накида тоқимыз. Төртеу тоқыдық. Енді мына тұрған столбикқа соединительный петля тоқып, жібімізді кесіп, артық жіптерін жасырып, осылай столбиктардың ортасынан өткізіп қоямыз. Крючокпен немесе крючоктың көмегімен немесе иненің көмегімен осылай өткізіп, артық жібін кесіп алып тастаймыз. Енді қыздар, машинкамыз дайын болды. Енді қыздар, дөңгелегін тоқитын боламыз. Дөңгелегін тоқу үшін жіпті сұқ саусағымызға орап, жұмыс жібін тартып, бір закрепительный петля. Енді 1-2 воздушная петля. Бір накидпен осы дөңгелек шеңбердің ішіне 12 столбик с одним накидом тоқимыз. Бір накидпен 12 столбик. Он екі. Енді жаңағы кішкентай қалған жібімізді тартамыз. Және мына жерден, мынау қара жіп болғаннан кейін көрінбей тұрады, 1-2 үшінші воздушный петляға соединительный столбикпен біріктіріп аламыз. Біріктіру жібімен бетіп біріктіріп аламыз. Жібімізді кесеміз. Жібімізді изнаночный теріс жағына шығарып, екеуін түйіндеп, артық жіптерін кесіп тастаймыз. Сосын ақ жіппен обвязка жасап шығамыз. Обвязканы соединительный столбиктармен жасаймын. Жұмыс жібін бір петлядан кіргізіп, соединительный петлялармен обвязка жасап шығамын.
12 столбиктің 12 петлясынан өткізіп 12 соединительный столбик тоқуымыз керек. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Негізі қалаған түстеріңізден тоқысаңыз да болады. Қыздар, дөңгелегін тоқып болғаннан кейін, обвязкасын жасап болғаннан кейін, дөңгелекті машинкаға бірден біріктіріп тігіп алуға болады. Немесе дайын бұйымдарыңызға бірден қойып машинканың үстіне тігіп қоюға да болады. Осымен мастер-класс аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алда әлі көптеген мастер-класстар болады.